Ертеде Жания мен Ахмет деген ағайынды ұл мен қыз өмір сүріпті. Бір күні Жания ойнап келе жатып шашылып жатқан бөлмені көріп қалады. Деп ұрысып кетіп қалады. Оған шыдамаған Ахмет қатты өкіріп жылайды. Жания ойлана келе Ахметті қатты ренжітіп алғанын түсініп, одан кешірім сұрай бастайды. Сөйтіп екеуі қайта достасып, ойыншықтарды бірге жинауға кіріседі. Ахмет пен Жания екеуі бірлесе барлық шаруаны тез бітіруге болатынын түсінді. Осымен біздің ертегіміз тамам. Біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.